Баршаларыңызға сәлем. Үйдегі бар көкөніспен күнде әртүрлі салат жасап, дастарханның сәнін келтіріңіз. Ең бастысы қияр мен қызанақ болса болғаны. Баклажанның қабығын ашып, осылай көбіктеп турап, тұзы суға салып қоямыз жарты сағатқа. Жарты сағаттан кейін оны судан шығарып алып, ыдысқа салып, қызып тұрған сұйық майымызға, қазанымызға салып қуырып аламыз қызарғанша. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Арасын ашып осылай жайып қып қоямыз. Енді болгарскийімізді осылай ұзынша етіп тураймыз. Қызанағымызды көбіктеп тураймыз. Негізі жалпы өзіңізге қалай ыңғайлы сондай формамен турай берсеңіздер болады. Қиярымызды да осылай ромбик ретінде турап алдым. Осылайша барлығын салып, бірге араластыратын боламыз. Тәтті бұрышымызды, қызанағымызды, қиярымызды салғаннан кейін соя тұздығы мен оливке масло, яғни зәйтүн майын қосып, оның үстіне дәміне қарай тұз және ащы болған қаласаңыздар, қызыл бұрышты қоссаңыздар болады. Чеснокты майда етіп турап, осы кезде қосып жібересіздер. Барлығын қосып болғаннан кейін осылай араластырып аламыз. Одан кейін бірінші қуырып алған баклажанымызды қосып, аскөбімізді қосып, тағы да араластыратын боламыз. Осыдан кейін салатымыз дайын. Міне оп-оңай барлығын турап араластыра саласыздар. Салатымыз дайын. Ыдысқа салып, сразу дастарханға ұсына берсеңіз болады. Ас болсын.